Қазір Қазақстан нарығында Дизи, Red Bull, Monster Energy, Arela секілді энергетикалық және Coca-Cola, Pepsi сынды газды сусындар ашықтан-ашық сатылуда. Жастар да, мектеп оқушылары да осы бір сиқырлы сусынға құмарақ. Ол емтиханға дайындалып жүрген студенттерге, жұмысын уақытында тапсырып үлгермей жүрген қызметкерлерге, спорттық рекордтарға ұмтылған спортшыларға, шаршаған жүргізушілер мен түнгі клубта қыдыруды ұнататындарға нағыз құтқарушы болдымыз. Энергетикалық және газды сусындар тек қана адам организміне өз кесірін тигізбей, экологиямызға да үлкен зиянын зардабын шектіруде. Энергетикалық сусындарды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Одан асыру қан қысымының немесе қан құрамдағы қан деңгейінің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Өйткені оның құрамында кофеиннен бөлек таурин, инозит аминокышқылдары, рибоза және дәрумендер секілді микроэлементтер кіреді. Айта берсек, зияны жетерлік. Олай болса, студенттердің өз ойын білейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз кола ішесіз бе? Иә. Кола ішетін болсаңыз, қаншалықты жиі ішесіз? Аптасына қанша рет? Маған жалпы энергетикалық өнімдер қатты ұнайды, сондықтан мен аптасында 7 күн болса, соның 5 күнінде кола ішемін. Сіз жалпы коланың организмге деген зиянын білесіз бе? Иә, білем. Бірақ андай болады ғой, сен газировканы ішкен кезде, ол сені өзіне кәдімгідей тарттырады, каждый раз оны пайдаланғың келеді. Сондықтан зиянын білсем де, но қолданамын. Сіздің ойыңызша осы коланың қандай жалпы зияны бар организмге? Жалпы кола асқазанға зиян, адам денсаулығына зиян, өміріне зиян келтіреді кәдімгідей. Вот басқа студенттермен салыстырған кезде қалай ойлайсыз, осы медицина студенттері коланы көбірек қолдана ма, азырақ па? Менің ойымша, басқа студенттермен салыстырған кезде медицина студенттері энергетикті көп қолданатын сияқты, өйткені біз кешке дейін сабақ оқимыз, иногда таңға дейін сабақ оқу керек болады, сол кезде коланың зияны біле тұра, неліктен сіз көп қолданасыз коланы? Білмеймін, тәуелділік шығар. Тәуелділік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Сіз кола ішесіз бе? Иә. Кола ішетін болсаңыз, аптасына қанша рет ішесіз? Коланы аптасына 4-5 рет. Коланы қандай мақсатта ішесіз? Ұйқыны ашу үшін. Сіз коланың организмге деген зияндарын білесіз бе? Иә, білем. Мысалы, қандай зияндары бар? Мысалы, кофеин деген ол қарызға алатын зат. Ол түседі, один-один рецептор жауады, бірақ сосын ашылғаннан кейін одан да ұйқың қатты келетін болады. Так что ол не очень пайдалы. Қандай зияндары бар мысалы? Қатты зиян, өйткені қант көп деп. Қандай энергетикалық сусындарды білесіз? Сол Горилла, Red Bull, Flash болды. Сіздің ойыңызша Қазақстандағы ең танымал, ең көп сатылатын энергетикалық сусын ол? Горилла зеленый. Жақсы. Энергетикалық сусындардың организмге зиянын білесіз бе? Я білем. Қандай зияндары бар? Зияндары көп қой, по идее, там құрамында кофеин бар деген сияқты барлығы организмі. Я сама медик, поэтому я знаю бүкіл нелерін, поэтому я так редко стараюсь пить. Энергетикалық сусындар осы организмде ең зиян келтіретін орган қандай деп ойлайсыз? Я так думаю, наверное, печень, скорее всего. Печень. Энергетикалық сусындардың организмге деген зиянын білесіз бе? Иә, энергетикалық сусындар қан жүрісін тездетеді, жүрек қағысын тездетеді, содан адреналин гормоны қатты ойнағаннан жүрек әлсірейді. Сіздің ойыңызша энергетикалық сусындардың пайдасы көп әлде зияны басым болып келе ме? Зияны басым болып келеді, өйткені ода кофеин мен қан көп кездеседі, ол жүректі отырғызып тастайды, және де басқа да қан диабетін көбейтуі мүмкін. Өте жақсы. Сіз қандай энергетикалық сусындарды жалпы қабылдайсыз, ішесіз? Көбінесе Flash пен Горилла. Здравствуйте, у нас есть такой вопрос. Вы употребляете энергетик? Здрасте. Нет. Почему? Потому что не люблю. Все, понятно, спасибо. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз энергетикалық сусындарды көп қолданасыз ба? Иә. Қаншалықты жиі қолданасыз? Аптасына қанша рет? 2-3 рет. Сіз энергетикалық сусындарды қандай мақсатта қолданасыз? Сусын ретінде қолданам, ал не сияқты емес, энергетик ретінде емес, тек су ретінде. Яғни дәм үшін. Дәм үшін.
Сергектік сыйлайтын сусындарды жиі пайдаланатын мектеп жасындағы балаларды тексеріп көретін болса, олардың бауыры 35 жастағы маскүнемдіктіндей болып тұрады. Бұл улағыш сұйықтықты жасөспірімдер көп ішсе, олар түрлі ауруларға шалдыққыш келеді. Жүрек дертіне, жүйке жүйесі, асқазан, бауыр тіпті қатерлі ісікке ұласады. Сондықтан балалар мен жүкті әйелдерге және қарт адамдар мен гипертониясы бар жандарға бұл сусынды ішуге мүлде болмайды. Энергетикалық сусындар ағзаны күш-қуатпен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ондай қасиет жоқ, ол тек энергия қоздырушысы. Яғни, біз өз бойымыздағы қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда, ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушандық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Бір сөзбен айтқанда, ағзадағы өмір бойына жететін күш-қуатты тез арада сыртқа айдап шығаруға бағытталған сусын, оны сарқа тауысып әлсіздікке ұшатып тез қартаюға себеп болады. Адам өліміне келіп соқтырған алғашқы дерегі 2009 жылдың қазан айында тіркелді. Пенза қаласының студенті осы сусындарды шектен тыс пайдаланғанның кесірінен көз жұмды. Міне, содан да болар Франция, Германия, Швейцария елдерінде бұл сусындарды өндіруге мүлде тыйым салынған. Енді Кока-Кола сынды газды сусындардың организмге әсерін видеоролик арқылы қарастырайық. Признаемся, мы любим пить Кока-Колу. Но что происходит с твоим телом в течение часа после того, как ты выпил всего лишь одну баночку этого вкусного напитка? Давайте узнаем. В первые 10 минут 10 чайных ложек сахара вторгаются в твой организм, а это стопроцентная дневная доза. От такого большого количества сладкого организм должен ответить рвотой, но он этого не делает, так как фосфорная кислота поглощает вкус и все благополучно остается внутри. Через 20 минут увеличивается сахар в крови, что провоцирует выброс инсулина. Печень отвечает на это тем, что превращает любой сахар, до которого, образно говоря, может добраться в жир. Спустя 40 минут закончится поглощение кофеина. Твои зрачки расширятся, кровяное давление увеличится. Аденозиновые рецепторы твоего мозга блокируются, что предотвращает сонливость. Через 45 минут твое тело повысит выработку дофамина, что будет стимулировать центры удовольствия в твоем мозге. Кстати, точно так же работает и героин. Через час фосфорная кислота как бы свяжет кальций, магний и цинк, спровоцируя ускоренный обмен веществ. И тут же вступят в игру диуретические свойства кофеина. То есть ты захочешь писать. И из тебя в срочном порядке выйдет весь этот связанный кальций, магний и цинк. Хотя все эти вещества были заготовлены организмом для твоих же костей. Плюс также из тебя выйдет натрий, электролит и вода. А спустя более 1 часа, когда вся эта дискотека внутри тебя подойдет к концу, ты почувствуешь себя вялым и раздражительным. Плюс из тебя вышла вся вода, которая была в коле, но из-за быстрого метаболизма твое тело не успело выбрать из нее полезные питательные вещества, которые могли пойти на гидрацию твоего организма, а также для строительства крепких костей и зубов.